менің арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, достарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісе жүріңіздер. Мен бүгін осындай брокколимен жасалатын тағы бір салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін мынандай брокколиді аламыз. Бұл брокколидің дайындалу жолын мен ссылкасын қалдырамын, бір салатында көрсетілген жалпысында. Брокколидің дайындалып болған брокколидің үстіне осылай бір дана жас қиярды жуып тазалап, осындай видеодағыдай бөліктерге бөліп аласыздар. Брокколи капустасы организм үшін өте пайдалы. Тек қана калий емес, кальций де бар құрамында, витамин С да, фолиевая кислота да жеткілікті. Сондай-ақ осындай помидорды алып та, оны да осылай видеодағыдай көрсетілгендей турап шығыңыздар. Брокколи капустасын үнемі пайдаланып жеп жүру, ол дейтін даже көптеген онкологиялық аурулардың да алдын алады. Енді бағасы сәл қымбаттау болатын шығар, но бірақ енді өте пайдасы көп. Сіздердің сүйектеріңіз үшін, жүректің жұмысы үшін де жақсы күш беретін жақсы капуста. Сондай-ақ осындай суға піскен 3 дана жұмыртқа, бәрінде видеода көрсетілгендей, бәрінде турап салатқа саласыздар. Міне осылай бәрін араластырып алды. Менде майонез қолдан жасалған. Майонез жасау рецептісі менің каналымда бар. Мен қазір төменге ссылкасын қалдырамын. Описаниеда барлық құралдар тағы да дұрыстап тұрып жазатын боламын. Описание қараңыздар жасар кезде. Осылай араластырып алып, және қазір татымына қарай тұз саламыз. Шамамен бір жарты шай қасықтың бір 3/1 бөлігіндей тұз кетеді. Осылай салып, жақсылап тұрып араластырыңыздар. Салаттарыңыз дайын. Өте пайдалы. Сондай әдемі салат шықты. Жасап көріңіздер сіздерде.